Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ертең 31 мамыр күні саяси қуғын сүргін көрген, ашаршылықтан өлген 4 миллион қазақты аштықтан қырған совет үкіметі, большевик, коммунистар қазақтарға геноцид жасаған күні, еске алу күні болып есептеледі. Сондықтан бүкіл қазақтар ертең билік айтқандай, акимат айтқандай сағат 12-де шықпаңыздар, кешкі сағат 5-те шығыңыздар. Немесе 31 мамырда емес, бір аптадан кейін шығыңыздар. Неге орыстар 7 ноябрь күні шығады, Лениннің туған күнін тойлап шығады, 20, 30, 50 адам болып? Оларға неге митингқа заңсыз шықты деп полиция қамамайды, ал қазақтарды қамайды? Сондықтан 31 күні шықпайды болады. Бір топ азаматтар, мысалы Атажұрт ұлтшылдар партияның азаматтары кешкі сағат 5-те немесе бір аптадан кейін жиналады. Және ең қызығы, үкімет мынау саяси қуғын сүргін көрген күнді мойындайды, бірақ сол қазақты қырған, атып өлтірген Ленин, Сталин, Дзержинскийдің ескерткіштері, көше атаулары әлі алынбаған. Сондықтан қазақтар бас қосып, ұлтшылдар тіл майданы қарекетіне қосылыңыздар. Жарнама жасап қойын. Осындай футболкалар Қазақстанға жеткіземіз Түркиядан. Байланыс телефонымыз +380 680 25 27 25.